Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің өкімімен, президент әкімшілігінің келісімімен Түркістан облысының әкімінің орынбасары болып Рашид Аюпов тағайындалды. Рашид Аюпов 1981 жылы Кентау қаласында туған, білімі жоғары, Шымкент университеті, Шымкент әлеуметтік педагогикалық университеті мен Академиялық инновациялық университетін бітірген. Информатика бакалавры, мемлекеттік басқару бакалавры, заңгер, болашақ бағдарламасының түлегі. Ұлыбританияда Патшайым Марияның Лондон университетін аяқтаған, мемлекеттік басқару магистрі. Еңбек жолын 2000 жылы оңтүстік Қазақстан облысының Кентау қаласында дәулет өндірістік кооперативінің инженер-оператор ретінде бастаған. 2004-2009 жылдары Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ақпарат және сынақ орталығы операторы жетекшісі сарапшысы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ақпарат және сынақ орталығы директорының орынбасары және директоры. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының көмекшісі болып қызмет атқарған. 2009-2015 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы премьер-министрі кеңсесінің мемлекеттік қызмет және кадр жұмысы бөлімінің сектор меңгерушісі, қаржы шаруашылығы және кадр жұмысы бөлімінің бас консультанты, Қазақстан Республикасы премьер-министрі кеңсесі басшылығы хатшылығының бас консультанты лауазымдарында еңбек еткен. 2015-2018 жылдары Шымкент қаласы әкімінің аппарат басшысы, Қазақстан Республикасы үкіметіндегі Нұр Отан партиясының өкілі, Нұр Отан партиясы орталық аппараты ақпараттық технологиялар орталығының директоры, Шымкент қаласы әкімінің кеңесшісі лауазымдарын атқарған. 2018 жылдың қыркүйек айынан Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы болып қызмет атқарған. 2019 жылдың шілде айынан бері Түркістан қаласының әкімі қызметін атқарып келген. 2019 жылдан бері бұл лауазымды атқарған Мейіржан Мырзалиев өз еркімен қызметінен босатылды. Жантөре Болысмұрат, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.